топтығы тізбек бөлігіне арналған 10 заңы. Бүгінгі сабағымызда біз арнайы ұжымдық технологиясын енгізетін боламыз. Сол себептен мен сіздерді 2 топқа бөліп тастадым. Немесе бұны айтады бізде командалық жұмыс деп. Бірінші команда капитаны кім бізде? Нұрдаулет капитан. Екінші команда Фариза. Сонда барлықтарыңызға міне 2 командаға мен бақылау парағын бердім. Сол бақылау парағына студенттердің жауап берген бағаларын қоятын боласыздар. Түсінікті ме? Жалғыз Фариза емес, толығымен ұйымдасып, кімге қалай жауабына қарай қандай баға қоятын жазасыздар. Бүгінгі тақырыптың атын жазыңыздар. Электр тоғы тізбек бөлігіне арналған 10 заңы. Жаздыңыздар ма? Жақсы. Енді алдын ала тақырыпты түсіндіру үшін біз бірінші үй тапсырмасын орындаймыз. Сондықтан 2 топқа тапсырма, үй тапсырмасы берілген. Қазір бірінші команда бастайды, екінші команда сұрақтарыңызға жауап беретін боласыздар. Бірінші команда бастаңыз. Сұрақтарды қойып отырмын. Конденсатор дегеніміз не? Зарядқа электр өрісінің энергиясын және зарядты жинақтауға арналған құрылғы. Дұрыс, арнайы зарядтарды арналған құрылғы да. Жақсы отырыңыз. Келесі сұрақ. Конденсатордың түрлері қандай? Конденсатордың түрлері өте көп. Бізде конденсаторлар жастық конденсатор, цилиндрлік конденсатор, сфералық конденсатор. Дұрыс па жауабы? Дұрыс. Жақсы, келесі бүгін. Электр сыйымдылық неге тәуелді және неге тәуелсіз? Электр сыйымдылық неге тәуелді және тәуелсіз? Кім жауап береді бұл сұраққа? Қалай жауап айтып тұр? Кім? Бірінші команда қосымша айта беріңіздер. Кім айтып береді? Дененің геометриясы, бет ауданы және арақашықтығы. Дұрыс. Сондықтан жалпы конденсатор бізде неге тәуелді? Бетінің ауданына, арақашықтығында, сосын өлшемі? ауданына. Сондықтан конденсатордың схемасы бізде міне, балдар қарап. Осындай түрде болады. Бір жақында плюс зарядтар болса, екінші жақында біздің теріс зарядтар. Сондықтан қараңыздар. Пластинаның ауданына тәуелді, түсінікті ме? Сосын Қашықтығына. дельтады қашықтығына дұрыс айтасыздар, сосын ауданына. Жоқ, көлеміне деп айттыңдар да, жоқ, көлеміне. Жақсы, отырыңыз. Қабылдайсыздар ба жауабын? Қабылдайсыздар. Келесі сұрақ. Айта қой. Жазық конденсатордың электр сыйымдылығын анықтауға арналған формуланы жазыңыз. Молодец, пара бойында. Айнымалы конденсатор бар, дұрыс айтасыз. Сосын тағы да. Керамикалық дедік, сосын. Пластиналық. Сосын тағы да. Пленкалық. Пленкалық, қапқышалық болады. Түсінікті ме? Дұрыстап оқылды. Жақсы, келесі. Асықпаңдар. Мына жерде ештемеден нетпеңдер. Сасқандар. Апай, мен бұл Конденсатор дегеніміз, сіз Конденсатор айтады. заряд пен электр өрісінің энергиясын және зарядты жинақтауға арналған құрылғы. Молодец. Жақсы, жауап дұрыс па? Тағы да қосымша айта алады. Жоқ па жауаптарыңыз? Жақсы, келісесіздер. Молодец. Жауабыңыз жақсы. Келесі сұрақ қарастырайық. Электр өрісінің энергиясының формуласы. Жаңа болып кетті. Кім жазады? Кәне, 0,1 барып жаза ғой. Молодец болды. Осылай белсенді қатысып отыр. Ақылдыңыз.
ана бала қайда? А, сен бар екенсің. С квадрат бөлінген 2. Жақсы. Екі формуласын жаздым. Қандай формула біреу? Электр тоғы, оқ күші, тоқ тығыздығы, тізбек бөлігіш оң саны. Сосын өткізгіштерді жалғау, кері байланыс болады бізде, тест тапсырасылар, және есеп шығарамыз. Енді жалпы электр тоғы дегеніміз не? Электр тоғы сіздер білесіздер. Электр тоғы дегеніміз ол реттелген зарядтардың ағынын айтады. Неге олай реттелген зарядтардың ағыны деп? Неге десеңіздер, жалпы біз өткізгішті, кәдімгі өткізгішті алатын болсақ, ол өткізгіштің өзінің несі бар? Зарядтары бар, иондар бар, әрақтас иондары бар. Сондықтан арқақтай түсіндіретін болсақ, мынау бізде өткізгіш. Мынау өткізгіште еркін зарядтар бар. Плюс, минус, плюс зарядтар бар. Егер бұл өткізгішті электр өрісіне орналастыратын болсақ, плюс-минус, мысалы, батареяны қолданатын болсақ, сонда бұл жерде зарядтар не істейді? Реттеле бастайды. Түсінікті ме? Реттеліп бір бағытта қозғалады. Сол реттеліп қозғалған зарядтар не тудырады? Электр тоғын тудырады. Түсінікті ме? Электр тоғын тудырады. Сондықтан электр тоғы деп жазыңдар. Электр зарядтардың ескерген, реттелген қозғалысы. Кернеуді біз қандай әріппен дейміз? Естеріңізге У әрпімен. У әрпі фи 1 минус фи 2. Жалпы қалай пайда болады? Егер біз өткізгішті алатын болсақ, плюс-минус. Мына екі өткізгіштің ұштарында бізде электр қозғауыш күш пайда болады. Ненің салдарынан? Атын салдарынан, айылының салдарынан. Сондықтан мына жерде бізде фи 1 болса, мынау бізде фи 2. Сол себептен кернеу ол бізде нені анықтайды? Берілген электр қозғауыш күшінің несін? Айыр потенциалдар айырымында. Сондықтан жалпы кернеу дегеніміз бізде не? Энергия тудырады. Зарядтардың энергиясын тудырады деген шаманы айтады. Міне, өткізгіш арқылы өтетін зарядқа берілетін энергия. Жазып қойыңыз. Сол себептен мына жерде формуланы көріп тұрсыздар. Тоқтың шамасы тең болады. К көбейтілген У. Сондықтан тоқтың шамасы айтамыз пропорционал болады. Неге? Кернеуге және пропорционалдық коэффициентке. Қараңыздар. Мына жерде К дегеніміз бізде пропорционалдық коэффициент. Ол неге байланысты? Тәуелді. Ол материалдың тегіне және оның өлшеміне тәуелді. Түсінікті ме? Материал. Неге олай айтамыз? Материалдың тегіне дейді міне, және оның өлшеміне. Неге десеңіздер, өткізгіштер бізде ол әртүрлі болады. Өткізгіштерге қандай заттарды жатқызу болады? Жаңағы сымдарды да. Сымдар неде тұрады? Әртүрлі материалдарында тұрады. Түсінікті ме? Материалдар, жаңағы алюминий материалынан тұрады. Мыс, сосын тағы қандай материалдар бар? Болат, түсінікті ме? Вольфрам, көрдіңдер ме? Сонда сол өткізгіштер тегі әртүрлі болғандықтан, әртүрлі тоқтың шамасын біз тура пропорционал боламыз сол тегіне, материалдың тегіне, түсінікті ме? Және ол пропорционал болады кернеуге. Сондықтан жаздыңыздар ма? Енді арғартай өзінің тәжірибесінде неміс физик Георг Ом 1827 жылы бір қатар тәжірибе жасап, ол бұлай ұсынған. Енді берілген материалдың тегін біле отырып, және оның өлшемін біле отырып, бұлай жазып қояды. I тең К көбейтілген У. Ол бізде не?
кернеу, да? Ай бізде тоқ күші. К дегеніміз не? Пропорционалдық коэффициент. Мына пропорционалдық коэффициентті өткізгіштің кедергісі деп белгілеген ол өзінің тәжірибесінде. Ол 1/K болады. Түсінікті ма? Өзінің тәжірибесінде деді. К коэффициентінің орнына оған не кедергіні қойған, түсінікті ма? Оған кері пропорционалдық шаманы өткізгіш кедергісі деп анықтаған, түсінікті ма? К бізде өткізгіш кедергісі неге десеңіз, ол тегі материалдың тегіне байланысты деп айтқан, түсінікті ма? Өткізгішті аламыз, өткізгіш, мына жағына да қосайық, сосын арғарта не қосылды бізде? Кіл бар бізде мына жерде. Сосын өткізгішті алайық былай. Сосын не қосылған бізде? Ана сурет схемамызды қарайық. Шам қосылған. Амперметр тұр міне, амперметрді алайық балалар міне. Амперметр. Сосын қайтадан өткізгіш. Сосын арғақтай қастарды былай өткізгішті алайық. Салғасын онда эстетикалық тұрғыдан алайық. Шамды алайық. Шамнан кейін өткізгіш. Шамдан кейін өткізгіш. Мына жаққа қосамыз. Сосын Тағы өткізгіш. жалғастырамыз енді да бұлай. Кілттің схемасын білесіздер сіздер, да? Енді қараңыздар. Қазір біз мына кілтті қосатын болсақ, не істейді? Шам жанатын болады. Сонда шамның неше тоқ күші неге тең сонда? 0,9 ампер. 0,9 ампер, да? 0,9 ампер. Енді қараңыздар. Мына жерде біз параллель жалғауымыз керек нені? Вольтметрді, да? Вольтметрді параллель жалғауға болады шамға. Қараңыздар. Мына схеманы аламыз, бұлай, және бұлай. Жоқ, мына жерде кішкене схемаларын өзгертейік, бұлай. Неше көрсетіп тұр біз? 9 вольт. Түсінікті ма? Сондықтан мына жерде қалай тізбектей жалғанған? Қайсы тізбектей жалғанған? Қандай приборлар тізбектей жалғанған? Амперметр, Батарея, амперметр, шам. тізбекте жалғанды. Ал вольтметр оған параллель жалғанды. Неге жалғанған? Шамға. Шамға параллель жалғанған. Түсінікті ма? Иә. Міне, бар ма сұрақтарыңыз? Түсінікті, да? Енді келесі бізде тапсырмамызда балалар. Біз енді не? Тест түрінде тексереміз сіздерді. Ал, вольтметр, не вольтметр? Апай, анау шегінде, үстінде шегінде тұр. Жасыл. Вольтметр нені білдіреді? Бұны Вольтметр дегеніміз не? Жаңағы апай кернеуді нетеді? Кернеуді өлшейтін аспап. Бағаларын қарап отырлар, түсінікті ме? Реостат нені өлшейтін? Кедергіні өлшейтін. Кедергіні өлшейтін аспап. Кернеудің формуласы қайсы болады? R тек кернеу бөлінген R. Үшінші тұра қой. Толық тізбек үшін формула қайсы болады бізде? Жаңа кернеу R қосылған R. Келесі амперметр не ол? Үшінші тапы. Үшіншісі дұрыс. Түргілердің жауаптарын қарап отырыңдар. Тоқтың формуласы қалай? Тек кернеу бөлінген R. Және кедергінің формуласы? R кернеу бөлінген R. Жақсы, молодцы. Арғартай. Бар ма? Нидерлендер. Ислам жоқ бізде, Мадина жоқ, Айсұлу 95 балл қоямыз сізге. Сұрақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма, балдар? Жоқ. Міне, алдарыңыздағы тұрған қорытынды баға, осы қорытынды бағаларыңызды мен журналға қоятын боламын. Сұрақтарыңыз болмаса, рахмет сіздерге.